Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Төле би атындағы орта мектебінің атынан ең үздік әдістемелік бірлестік атты аудандық сайысына қатысатын бастауыш сынып бірлестігінің мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Өскелең ұрпақты тереңде сапалы біліммен сусындатып жүрген ұстаздар қауымының тәуелсіз елдің алдындағы игілігі үшін қосар үлесі мол. Әдістемелік бірлестіктің тақырыбы оқушылардың жалпы оқу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, тиімді, белсенді оқыту әдістерін пайдалану. Әдістемелік бірлестіктің мақсаты бастауыш сыныптарды оқытудағы мұғалімнің құзырлықтары мен кәсіптік шеберліктерін жетілдіру бағытында жұмыстар ұйымдастыру. Оқытудың жаңа әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру. Әдістемелік бірлестіктің міндеттері: әр сабақта мұғалім өз проблемалық тақырыбын басшылыққа алу, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігін арттыру, мұғалімдердің жұмысының мазмұнын жаңарту жолдарын, әдістері мен формаларын анықтау, мұғалімнің ғылыми әдістемелік өсуін және шығармашылық дамуын қадағалау, оқушыларды ғылыми шығармашылыққа, олимпиадаға, пәндік жетістікке жетілдіру, мектепшілік, аудандық, облыстық, республикалық шараларға қатыстыру.